Экс-министр Қуандық Бишімбаев өз әйелінің өліміне қатысы бар болуы мүмкін деген күдікпен ұсталды. Оқиға 9 қараша Астанадағы Бау мейрамханасында орын алған көрінеді. Абайсызда ма? Әлде ащы судың әсері ме? Есірткіге елікті ме? Сұрақ өте көп. Танымал шенеуніктің тарихына үңілсек, 19 жасында университет бітіріп, Америкада болашақпен оқып, 3 жоғарғы оқу орнын бітірген вундеркиндке баланған жігіт болатын. Оның мемлекеттік қызметтегі карьерасы небәрі 21 жасында басталып еді. Саксофонда ойнап, серілігімен сүйсіндірген жігіт болатын. 25 жасында сол кездегі президентіміздің кеңесшісінен жұмысын бастап, ұлттық экономика министріне дейін көтерілген. Алайда 2017 жылы жемқорлықпен ұсталып, 10 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Бірақ араға 2 жыл салып, шартты түрде мерзімінен бұрын босатылады. Дәл осы жағдай көптің наразылығын тудырып жатыр. Қаралы күннің жай жапсарын мейрамханадағы бейне бақылаудан біле жатармыз. Видео әлі таралған жоқ, таралмау да бек мүмкін. Себебі аталған мейрамхана Бишімбаевтың отбасына тікелей тиесілі деседі. Өмірден өткен келіншек Салтанат Нүкенова небәрі 31 жаста. Осыдан 1 жыл бұрын өзінің инста парақшасына "Менің күйеуім алтын" деп жазба қалдырыпты. Өзі астрология саласын зерттеген. Салтанат күйеуімен таныстығын консультацияға келуімен байланыстырып бөліскен еді. Қуандық да "Жұбайын өмірімнің бар махаббаты" деп кітабына естелік қалдырған. Нәзік жандылардың жұдырық астына түсіп, жан тапсырып жатқанына қаншам бағдарлама арнағанымды санай алмай отырмын. Санына сүрінесің, жүрегің қан жылайды. Қанды қылмыстан қаза тауып жатқан қарапайым қазақ қыздары қаншама десеңізші. Десек те, олардың санын есептеп түгендеп жүрген ешкім жоқ. Бәлкім бұған себеп біздің заңымыздың осалдығы шығар. Өйткені тұрмыстық зорлық, зомбылық жасағандар әкімшілік жазамен құтылып жатыр. Яғни декриминализация біздің елімізде. Күйеудің ұрып соққанын қылмыс қатарына жатқызып, әйелді боксерская груша еткізуден құтқаруымыз керек. Меніңше, агрессияның асқынып жатқанына байланысты еркектердің нәзік жандыларға жазаны күшейту керек. Яғни ұрып соққанды қылмыс санатына жатқызуымыз тиіс. Салтанат Нүкенованың жақындарының жариялауынша 11 қараша туған жері Павлодарда жерленеді. Ал мен тергеудің әділ өтіп, әйелдер құқының аяқ асты болмауын сұранамын. Және марқұмның туыстарына қайғыра көңіл айтамын.